Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге бірінші рет дайындауда өте керемет болып шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынғым келіп отыр. Шын мәнісінде достар, ең алғаш жасағаннан мінсіз болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет болады. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа електен өткізіп ұн мен қопсытқышты саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Оның үстіне жұқа қылып туралған, яғни сары майды салып, қолымызбен крошки болғанша осылай қамырды үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Яғни видеода көрсетілгендей қолыңызбен осылай жасап шығыңыз. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышта 30 минутта салып қоямыз. Және де оны целлофанмен қаптауды ұмытпаңыздар. Ал енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Қаймақтан жасалатын салма. Бізге ол үшін қаймақ, қант, жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ыдысқа қаймақты салып, оның үстіне жұмыртқа салып, оның үстіне қант салып, венчикпен араластыратын боламыз. 10-20 секундтай араластырса жетеді. Миксердің көмегіне жүгінбейміз. Ең бастысы бір-бірімен жақсылап біріксе болғаны. Қатты араластыруға болмайды. Осылай видеода көрсетілгендей жаймен араластырған жөн. Ал енді форманы дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп, қамырды біркелкі-етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар, барлығы тез әрі оңай жасалады. Енді салманы қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пешке салатын боламыз, және де 35-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пирог піскен кезде кішкене бет сарғаяды. Пирогты толықтай суыған соң ғана формадан босатасыз. Толықтай сууына 2 сағаттай кетті. Егер ыссы күйінде формадан босататын болсаңыз, ортасындағы салмасы ағып кетуі мүмкін. Достар, пирог толықтай бөлме температурасында суы керек. Сол кезде осындай әп-әдемі пирог болып шығады. Бұл пирог өте дәмді болып шықты, және де қонақ келген кезде де бұны пісіріп ұсынсаңыз болады. Егер де менің жасаған пирогым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.